Жалпы мәдениет екі түрге бөлінеді. Біріншісі материалдық мәдениет, екіншісі рухани мәдениет. Екеуінің қандай айырмашылығы бар? Материалдық мәдениет дегеніміз біздің адамның күнделікті қолданатын заттары, киімдері, азық-түліктері, сонымен қатар бұйымдары, баспанасы, бұның барлығы материалдық мәдениеттің құрамына кіреді. Ал рухани мәдениет дегеніміз ол ертегілер, аңыз әңгімелер, жырлар, сонымен қатар музыка, діни наным, сенім, осылардың барлығы да рухани мәдениетке кіреді екен. Біз осы екі мәдениетті қазір жекелеп қарастыратын боламыз. Бірінші, ежелгі заманда тайпалардың материалдық мәдениеті. Барлығымыз да білеміз, сол кезде әскери арба пайда болғаннан кейін тайпалар әлемді бағындыра бастады. Әсіресе екі аяқты әскери арбалар жылдам қозғалып, өзінің жауларын жеңуіне көп мүмкіндіктер берді. Ең алғашқы осындай екі доңғалақты әскери арбалар сынтастық қорымынан табылды. Оны біз алдыңғы сабақта айтқан болатынбыз. Сынтастық қорымы оңтүстік Орал жазығында немесе Челябинск облысының қасында орналасты дегенбіз. Сонымен қатар мына суреттен біз қарап отырмыз. Мұнда екі жауынгер отырады. Бірінші жауынгер тізгінші, яғни аттың жүруін басқарып отырады. Екінші қарапайым жауынгер. Жауынгердің қызметі қолына жебе мен садақты алып, өзінің жауларын көзін құрту керек болды. Осылайша тез қозғалу арқылы жеңіске жетуге жақындайды. Осындай арбалар петроглифтерде өте көп салынған. Ал петроглифтер дегеніміз ол қола дәуіріндегі жартасқа салынған суреттер. Археолог қазбалар барысында екі аяқты әскери арбалардың көбірек суретке салынғандығын көруге болады. Осындай қос доңғалақты әскери арбашылар ежелгі әлемнің алғашқы кәсіби әскерилері болды. Ал біздің заманымыздан бұрынғы екінші мыңжылдықтың басында оңтүстік Жайық, солтүстік Қазақстан аймақтарында көптеген андронды қалалар табылды. Соның ішінде Арқайым және Сынтасты қала қорғандары. Бұл қалалардың ерекшелігі, бұлар арнайы үлкен алаң болған, сол алаңда шығатын 4 қақпасы болған. Бұлар арнайы қорғаныс қызметін атқарған және бұларда жерлеу дәстүрі, обалары, қорғандары бәрі сақталған екен. Міне біз осыған қарап көруімізге болады. Сақтардың негізгі қаруы бұл скиф үлгісіндегі садақ болды. Яғни көлемі шағын болды, М әрпіне ұқсайтын болды. Біздің заманымыздан бұрынғы 4 ғасырда сақтар дулыға мен сауытты сирек пайдаланды. Бірақ бізді ойламауымыз керек, яғни бұлар темірді пайдаланбай тастады деген сияқты. Бұл кезде бұлардың негізгі қарулары темірден соғылды және олар өте сапалы болды. Пазырық кілемі. Бұл әлемдегі түкті кілемдердің алғашқылары. Бұл пазырық кілем табылған жері Алтай тауларының маңынан табылды. Оның ең басты ерекшелігі мәңгілік тоңның үстіне обаларды, адамдарды жерлеуі, заттарды жерлеу болып табылады. Мәңгілік тоң дегеніміз 12 ай бойы қаттып жататын мұздықтар. Яғни бұған жерленгеннен кейін көптеген заттардың бұзылмай күні бүгінге дейін сақталуына алып келді. Сондай заттардың бірі осы пазырық кілемі. Пазырық кілемі суреттен біз қарап отырмыз. 4 бұрыш пішінді, орта тұсы 5 қатар, жиектемемен көмкерілген екен. Кілем геометриялы өрнекпен безендірілген. Грифон, бұғы, гүл бейнесі салынған. Осы біз пазырық кілеміне қарай отырып, ертедегі көшпелілерде кілем тоқу өнері жоғары деңгейде болғандығын көреміз. Ұлы дала тұрғындарының киімі. Біз осы суреттен біз қарап отырмыз, пазырық қорғанынан табылған, есік қорғанынан табылған алтын киімді адам. Осындай үлкен киімдер табылды. Пазырық, есік, аржан қорғандарынан табылды. Бірінші суретте біз қарайтын болсақ, әйелдің киімі 3 қызыл жолақпен тоқылған
ұзын әрі кең жүн белдемшеден тұрған екен. Ал аяқ киімі киізден жасалған шұлық етік болды. Ал сақ жауынгерлерінікі ерлерінің жеңі ұзын, белден төмен түсетін кең жейде мен балақ жағы тарлау шалбар болды. Кезінде бұл шалбарларды жерорта теңізі мен алдыңғы Азиядағы тайпалар бұны білмеген екен. Осындай шалбарларды алғаш осы сақ тайпалары өмірге әкелген деп айтуымызға болады. Әсіресе мына Персопілдегі парсы жазбаларында сақ елшілері бірінші Дарийға барған кезде құнды заттардың қатарында осы шұлық етіктер болған деп ақпараттар береді. Және осы сақ ер азаматтары аяғына теріден табан орнатылған киіз етік киді. Күн құдіретіне табыну. Жалпы күн бұл андрон тайпалары кезінде, сақтардың кезінде өмір сүрудің бастамасы ретінде, молшылықтың бастамасы ретінде, жаңа өмірдің басталуы ретінде осындай символдармен ерекшеленді. Мына біз суреттен қарап отырмыз. Бірінші суретте күн басты құдірет, яғни басы дөңгелек күн тәрізді, денесі адам пішінді. Осылай деп салып қойған екен. Бұл тамғалыдағы петроглифтер табылған. Бұның мағынасы достық пен махаббаттың үлгісі ретінде сипатталған. Екінші суреттен қарасақ, бұқаға мінген күн басты құдірет. Яғни бұқа астында тұр, үстінде күн басты адам құдіреті арнайы үстінде бейнеленген екен. Бұның мағынасы күн құдайы мен оның серігі шайқастар мен жеңіс құдайы екен. Ал мына үшінші суретте күн құдайы бейнеленген жүзік. Бұл алтын киімді адамның оң жақ қолына саусағынан табылған. Бұл сол кездегі көсемдердің, тайпа көсемдерінің арнайы елшілік басқаруға деген құқық беретін сеніммен байланысты салынған. Бұл есік қорған табылған жәдігер болып табылады. Жалпы сонда петроглифтер дегеніміз бұл тасқа қашалған суреттер. Ең көп таралғаны Жетісу жеріндегі тамғалы петроглифтері. Бұлар 2004 жылы ЮНЕСКО-ның сирек кездесетін жәдігерлердің құрамына енгізілген болатын. Отқа табыну. Жалпы от ежелгі заманда, орта ғасырда түріктерде, сақтарда ерекше қасиетті деп табынылды. Жетісу сақтарында құрбандық шалуға арналған бұйымдарда осы құрбандық табақтарында отқа табынудың белгісін көруімізге болады. Сонымен қатар мәйітті отқа өртеп, оның күл мен заттарын тас жәшікке салып жерлеген. Отқа табыну туралы мағлұматтарды бізде Жетісу жеріндегі бес шатыр қорымынан көруімізге болады. Сақтар киіміндегі алтын және қызыл түстердің басым болуы күн мен отқа табынумен байланыстырылады. Сонда қызыл киім киген адам күннің рақымшылығын алады деп сенген екен. Бабаларға табыну және о дүниелік туралы түсінік. Андрон тайпалары жерлеу салттарын жер ана құрсағына қайтадан оралу түсінігімен байланыстырады. Олардың түсінігі бойынша адам қайтыс болғаннан кейін жердің астына жерленгеннен кейін о дүниеде де өмір сүреді есептеген. Соған байланысты адамды жерлеген кезде олардың қасына тамақтарын, киімдерін, қару-жарақтарын бірге көмген. Себебі о дүниеге барған кезде осы заттары қажет болады деген сеніммен жерлеген екен. Мәйіттің басын батысқа немесе оңтүстік батысқа қаратып жерлеген. Ал біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықта Заратуштра есімді адам зороастризмнің дінінің негізін қалап кетті. Бұл зороастризм діні Иран жерінде, бұрынғы Парсы мемлекетінің жерінде көп таралды. Зороастризм ең басты құдайы бұл Ахура Мазды. Ахура Мазды парсылардың түсінігі бойынша жақсылық құдайы ретінде сипатталады. Бұл дін Парсының билеушісі бірінші Дарий кезінде өзінің шарықтау шегіне жетті. Бұл зороастризм діні орталық Азияның оңтүстігі мен және Иранға таралды. Аң стиліндегі сақ өнері. Жалпы бұл аң стилін біз көретініміз, бұлар жануарларды әрбір
заттарға, әрбір әшекей бұйымдарға салған екен. Сонда сақтардың осындай өнері қола дәуірінде өмір сүрген андрон тайпаларының тотемдік табынуды білдіреді. Тотемизм дегеніміз адамдар өздерінің шығу тегін жануарлармен байланыстыру сенімі. Сонда әрбір затқа, киімдеріне, зергерлік бұйымдарға аң бейнелерін салуы тотемдік діни сеніммен байланысты. Олардың қатарында жыртқыш аңдар, мысалы арыстан, сфинкс, қанатты арыстан секілді көптеген бейнелерді салған екен. Осында бір мысал ретінде есіктен табылған алтын адам киімінде бұлан, жолбарыс, арқар бейнелері көп кездеседі. Ал кейін бұл сақтардан кейін тағы да көп тайпалар келді. Бұл аң стилі өзгеріп, яғни полихромдық стильге ауысып кетті. Полихром стиль әсіресе ғұндар заманында өзінің шарықтау шегіне жетті. Сақтардың ғарыш туралы түсінігі. Жалпы сақтар әлемді үшке бөлді: жер асты, жер беті және аспан әлемі деп есептеген екен. Ал сол кездегі өздерінің 4 бағыт деп бөлді. Мысалы біз айтып жүрміз қазір оңтүстік бағыт, солтүстік бағыт, шығыс, батыс деп 4-ке бөлді. Ал әлемді олар 3 бағыттан тұрады есептеген екен. Мысалы мына суретте біз қарап отырмыз, есік обасынан табылған алтын киімді адамның, яғни бас киімі. Осы бас киімнің өзі 3 қабатқа бөлінген. Төменгі бірінші қабатында тау және ағаш бейнелерімен көмкерілген. Ал екінші қабатында жер аңдары, жолбарыстар, ешкілер орналастырылған екен. Ал бас киім ең жоғары жағында құстар және қанатты барыстар бейнесі бекітілген. Бұл нені білдіреді? Бұл сол кездегі патшалардың ғарышпен байланысты болғандығы, яғни аспанмен байланысты болғандығы, биліктің осы ғарыш арқылы берілетіндігі туралы түсінікпен тікелей байланысты.